Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Сіздердің назарларыңызға психология пәні бойынша эмоция және сезім тақырыбы ұсынылып отыр. Сіздермен бірге Бейсен Ахметов атындағы жоғары педагогикалық колледжінің психология пәнінің оқытушысы Жылқайдарова Сара Болатовна. Бүгінгі сабағымыздың жоспары: сезім жөнінде түсінік, сезім түрлері, эмоция жөнінде түсінік, эмоция түрлері жайлы ұғымдарды талдайтын боламыз. Сезім жөніндегі түсінік: сыртқы дүние заттар мен құбылыстарының адамның қажеттеріне сәйкес келу-келмеуінің нәтижесінде пайда болып отыратын психикалық процестің түрін сезім деп атайды. Сезім барлық психикалық процестермен тығыз байланысты. Көптеген жағдайларда сол процестер сезімді туғызады, ал сезім оларға өз тарапынан ықпал жасайды. Сезім көзінің бірі түйсік болады, ал түйсіктің өзі біздің әсерлеріміздің ықпалымен жиі өзгеріп тұрады. Сезім түрлері: субъективті толғаныстарға байланысты сезімдер екі топқа бөлінеді. Бірінші, тіршілік қажеттіліктерді қанағаттандырып рахатқа бөлеуші ұнамды сезімдер. Екінші, тіршілік қажеттіліктердің орындалмауынан қанағаттанбау кейпіне түсіретін жағымсыз сезімдер. Сезімдер мен эмоциялардың бірнеше сапалық ерекшеліктері бар. Олардың сапасын көрсететін осындай ерекшеліктердің бірін қарама-қарсы полярлық сапалықтар деп атайды. Мәселен, сүйсіну, сүйсінбеу, көңілдену, қажу, шаттық, уайым, тағы басқа осы секілді сапалар өзара екі полюске ажырасып, біріне-бірі қарама-қарсы мағынада болады. Сезімдердің екінші ерекшелігі олардың актив қажырлы және пассив солғын болып бөлінуінен көрінеді. Адамға күш беріп, әрекетке ұмтылдыратын көтеріңкі сезімдер мен эмоцияларды стеникалық, ал бұлардың баяу солғын түрлерін астеникалық деп атайды. Біріншісіне жауапкершілік, жолдастық, достық, айбаттылық тағы басқа жатса, екіншісіне уайым, енжарлық, көңілсіздік тағы басқалары жатқызуға болады. Түрлі нақтылы жағдайлары ретінде қарай, адамдардың бір сезімдерінің өзі бірде қуатты, бірде әлсіз болып көрінуі мүмкін. Мәселен, қорқыныш сезімі кейде бір адамның буынын босатып, пәрменсіз етсе, екінші бірде қауіпті қатерге қарсы тұрғызатын айбаттылыққа, күшті сезімге ауысуы мүмкін. Сезімдердің үшінші бір ерекшелігі жігерлену және кернеуден босану, немесе шешілу. Бұл да сезімдердің қарама-қарсы сапаларының бірі. Мәселен, студенттердің емтиханнан өтуі, спортпен айналысатын адамның мәреге жетуі шешуші кезеңдер болып табылады. Мәреге тақалғанда адам барлық күш-жігерін жұмылдырады. Осы кезең өткен соң басқа бір күйге түседі. Мұны кернеуден босану сезімі дейді. Сезімдік толғаныстар. Сезімдік толғаныстар бір текті болмайды. Бір объектінің өзі біріне-бірі қайшы келген әрқилы сезімдік күйді бастан өткізеді. Бұл құбылыс амбивалентті екі ұшты деп аталады. Амбивалентті жағдай адамға тұрақты қалып пен нақты оқиғаға байланысты оның сезімі арасындағы қайшылықтан туындайды. Мысалы, махаббат және қызығушылықтан болатын өшпенділік екеуі бірге жүреді. Жоғары сезімдер. Жоғары сезімдер адамға ғана тән. Осы топқа адамгершілік, эстетикалық, интеллектік деп аталатын сезімдер кіреді. Қоғамдық өмірдің талабына сәйкес адам мінез-құлқынан жиі көрінетін сезімдердің бірі адамгершілік сезімдер. Адамгершілік сезімдердің тобына достық, жолдастық, адалдық, ар-намыс, борыш, жауапкершілік, ұят тағы басқаларын жатқызуға болады. Ар-намысты қорғау адамға аса жарасымды сипат. Сезімнің осы түрі көбінесе қайсар, өжет, табанды, әрі көздеген мақсатына жетпей тынбайтын адамдардан жиі байқалады. Ар-намысты қорғау дегеніміз сонымен бірге айналаңдағы адамдарды да сыйлай білу деген сөз. Ар-ұятты қастерлеу,
намысқа тырысушылық екінің бірінен кездесе бермейтін қасиет. Мәселен, надан адам әдепсіз қылығына айылын жимаса, мәдениетті ақылды кісі мұндайда қатты ұялып, жерге кіріп кете жаздайды. Адамның ары мен ұяты ақылының күзетінде болса, жүрек, қайрат үшеуі бір жерден шығып отырса, мұндай адам ұятты болады дейді Абай. Жоғары сезімдердің екінші бір түрі эстетикалық сезімдер. Эстетикалық сезім дегеніміз адамның шындықтағы қандай болмасын бір сұлулықты сезінуі. Бұл текті сезімдер сұлу, сымбатты, өмірге үйлесімді, әдемі көріністерді тамашалау, немесе табиғаттағы, көркем өнердегі, әсіресе өмірдегі шынайы, әсем нәрселерден ләззат алу кезінде байқалады. Сұлулық сезімдері адамның дұрыс, сұлу, ләззат ізденуіне, сұлу нәрсеге сүйсініп, керексіз нәрседен жиіркенуі, жақсылыққа ұмтылып, жауыздықтан тыйынуына көп көмек көрсетеді деп айтқан Мағжан Жұмабаев. Эстетикалық сезімдер сондай-ақ сурет полотноларынан, мүсіндерден, архитектуралық, музыкалық немесе сахналық шығармалардың шебер орындалуынан ләззат алуға байланысты да туып отырады. Жоғары сезімдердің бұдан басқа бір түрі интеллекттік сезімдер. Интеллекттік сезімдер адамның тану процесімен, ақыл-ой әрекетімен тығыз байланысып жатады. Интеллекттік сезімнің түрлеріне таңсықтау, білуге құмарлық, күдіктену, сенімділік, интуиция, ықтималдық, жанашылдық, болжау, тағы басқа сезімдер жатады. Сезімнің осы түрлері оқу процесінде, ғылыми зерттеу жұмыстарында адамға зор ләззат беретін жаңалықтар ойлап табуда пайда болады. Мұғалімнің басты міндеттерінің бірі оқушылар санасында интеллекттік сезімдерді қалыптастыру болып табылады. Ол үшін көп оқу қажеттілігін, оқусыз ешбір мақсатқа жете алмайтынымызды оқушыларға түсіндіру керек. Оқу инемен құдық қазғандай, ол оңайлықпен қолға түспейді. Эмоция. Эмоциялар объективті түрде болатын табиғи құбылыс. Олар адамның барлық өмірімен ере жүреді. Сыртқы және ішкі жағдайларға байланысты эмоциялар өте жылдам пайда болып, себептердің пайдалы не қауіпті екенін жылдам анықтауға көмектеседі. Сонымен, эмоциялар жануарлар мен адамдардың өмірінің бейімделуіне байланысты эволюциядан туатын заңды объективті табиғи құбылыс. Эмоциялардың пайда болуы. Эмоциялардың пайда болуында гуморальды эндокриндік факторларға үлкен мән беріледі. Мысалы, эмоционалдық қозу кезінде гипофиз бен бүйрек безіне гипоталамус өзінің әсерін күшейтіп, сол себептен адреналиннің бөлінуі көбейіп, жүрек пен бұлшық ет жиырылуына қажет глюкоза мөлшері қанда көбейеді. Эмоциялар организмнің сыртқы не ішкі реакциялар ретінде білінеді. Сыртқы белгілерден басқа эмоция кезінде ішкі мүшелердің өзгеруі нерв жүйесі мен қан арқылы атқарылады. Нервтердің күшті зорлануы тыныс алуды тежеп, ол үстіртін және сирек болады. Ұнамды эмоциялардың арқасында адам жеңілдетілген тыныс шығарады. Ұнамсыз эмоциялар асқазан жұмысын тежеп, тәбетті, қарын мен ішек бұлшық еттерінің тонусын төмендетіп, қарын сөлінің шығарылуын және оның құрамындағы тіс қышқылының мөлшерін азайтады. Ұнамсыз эмоциялар жиі қайталанса, қарында патологиялық өзгеріс болып, қарын сөлінің қышқылдылығы төмендейді. Күрделі эмоциялар. Күрделі эмоциялардың бірі көңіл. Көңіл ол адамның барлық толғаныс, тебіреністері мен әрекетіне өн беретін біршама ұзақ эмоциялық күй. Кейпіне қарап адамдардың шат жайдары, жылы жүзді, ызалы, түсі суық деп ажыратылады. Адамның көңілі айналасын қоршаған дүние әсер етіп отырады. Егер оның қызметі жақсы жүріп жатса, жанұя жағдайы жарасымды болса, көңілі де көтеріңкі болады. Көңілге адамның денсаулық жағдайы, жүйке жүйелерінің ерекшеліктері де әсер етеді.
Өмір тіршілігі үшін елеулі маңызы бар оқиға да адамның көңіліне үлкен із қалдырады. Аффекттер дегеніміз қысқа уақытқа созылса да бұрқ етіп қатты көрінетін эмоцияның бір түрі. Аффект кезінде оны ерікпен реттеу өте қиын, алайда аффектінің пайда болуын басуға болады. Құмарлық адамның ойы мен әрекетінің негізгі бағытына із қалдыратын күшті, терең, тұрақты эмоция. Егер ғылым мен өнерге, еңбекке құмарлықты ұнамды десек, дүние құмарлық, бақ құмарлық, ойын құмарлық, ұнамсыз құмарлық дейміз. Адамның еркін нашарлатып, психикасын аздырып, берекесін кетіретін ұнамсыз құмарлықтардың біріне маскүнемдік, нашақорлық, карта ойнауға құмарлықтарды жатқызуға болады. Эмоцияның зақымдануы. Эйфория, көңілді, жылжымалы, сөйлегіш, күлкілі патологиялық көтеріңкі күй. Мұндай жағдай ішімдік не нашақорлық масайғанда, токсикоманиялық заттарды қолданғанда, ауыр соматикалық және психикалық ауру кезінде болады. Депрессия кезінде зарығу, мазасыздану, абыржу, қорқу сияқты сезімдер ере жүретін патологиялық түрде көңілдің төмендеуі. Дисфория дегеніміз көңілдің зарығуы мен ызалануы. Мұндай жағдай церебральды атеросклерозда, мидың зақымдануында, эпилепсияда болады. Апатия, сезімдердің жоғалуы, психикалық қызметтің ауыр зақымдануы. Мұндай жағдай шизофренияда болады. Ынжықтық, эмоциялардың жылдам ауысуы, қалыпты жағдайда балаларда, қартайған адамдарда, церебральды атеросклероз кезінде болады. Патологиялық аффект өзінің әрекетімен айналаға қауіпті, сананың терең тұнжырауы. Стресс, қатты күйзелу, абыржу, мөлшерден тыс ширақтылық деген сияқты бірнеше мағынаны қамтитын жалпылама сөзбен айтылған адамның ерекше күйі. Ең алғаш осы ұғымды енгізген канадалық физиолог Ганс Селие. Оның анықтамасы бойынша стресс өте жағымсыз әсерлерге жауап ретінде туған организмнің қалыпсыз бейімделу әрекетінің жинағы. Адамның жеке ерекшеліктеріне, мінезі, жоғарғы жүйке әрекетінің типтеріне орай стресстің бірнеше түрлері байқалады. Стресс 3 кезеңнен тұрады. Бірінші, үрейлену. Жағымсыз тітіркендіргіш әсер еткен сәттен туатын жауаптың алғашқы кезеңі. Екінші, төзімділік. Жағымсыз тітіркендіргіш әсеріне беріліп кетпей, оған төзу реакциясы туады. Бұл кезде гипоталамус гипофиз жүйесінің ықпалымен бүйрек үсті безінің гормондарының мөлшері қанда тез мөлшерде көбейіп кетеді. Үшінші, әлсіреу. Бейімделу қорының мүмкіндігін азайып, таусылады. Сондықтан психологияда дезадаптация, бейімделудің нашарлап жойылуы пайда болады. Фрустрация. Алға қойған мақсаттарына жете алмаған, жоспарлары күл-талқан болып күйреген, адам басынан өткеретін уайым, үрей билеген психологиялық жай-күй. Осымен эмоция мен сезім тақырыбы өз мәресіне жетті. Үй тапсырмасы бақылау сұрақтарына жауап беріп, жаңа тақырыпты дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Назарларыңызға рахмет.